Ораза айт мерекесінде Жетісулық мешіт жамағаты игі істің жарқын үлгісін көрсетті. Алла үйін ақсыз, пұлсыз тазалап, мешіттегі шәкірттердің ас суын қамдап жүретін Земфира Нұралбековаға көлік мінгізді. Темір тұлпар Қадір түнінде садақа ретінде жиналған, қаржыға сатып алынған. Тап осы мәселеге байланысты ел арасында біраз түсінбеушілік туындағаны рас. Әлде бір азамат аспазға автокөлік әпергелі жатыр деп әлеуметтік желіге бейне жазба жариялап, оның соңы қызу пікір таласқа ұласты. Бүгін осы мәселеге байланысты облыстың бас имамы арнайы түсініктеме берді. Қадір түнінен бері әлеуметтік желіде қызу талқыланған көлік мынау. Жаңа емес, ескі. Садақаға жиылған 700 мың теңгеге сатып алынды. Ал әркім әр саққа жүгіртіп, бірі даттап, бірі жақтап жазған аспаз мына кісі. Есім сойы Земфира Нұралбекова. Айт намазынан шыққан жамағаттың алдында темір тұлпарының тізгінін ұстады. Сіздердің сыйлықтарыңыз Алла деп отырған берекетімен болсын дейміз иншалла. Қадір түні барысында халықтың жинаған қайыр садақасы комиссия мүшелері арқылы тексеріліп, шамамен 530 мыңның төңірегінде болды. Қалған үстіндегі қаражатты мешіт қосып, біз қарилар орталығы, осы қарилардың бастамасымен апайымызға көлік сыйлауды жөн көрдік. Апайымыздың жұмысы өте ауыр. Алла разы болсын, біз ол кісіге ризамыз. Алла тағала бұйыртсын. Сауаптан жасын баршаңызға, халыққа рахмет. Земфира Нұралбекованың отбасы Талдықорған шетіндегі ауылда тұрады. Отағасы екеуі 3 бала тәрбиелеп отыр. Үйінің тірлігін жасап, берекесін кіргізіп жүрген ана мешітті екінші үй санайды. Аумағы 4,5 мың шаршы метрлік алып ғимаратта біраз уақыттан бері ақысыз пұлсыз тазалап келеді. Онымен қоймай, осы Рамазан айында аспаздың қызметін атқарыпты. Тарауға оққан қарилармен мешітте жатып білім алатын шәкірттердің ас суын қамдаған. Көрініп беріп жатыр жамағат. Отбасым бар, балаларым бар. Енді балалар осындағы жатқан қари балаларым, имам кісілер біз бір қуантқысы келген екен. Ол кісілерге Алла разы болсын. Ол кісілердің де отбасында тек қана жақсылық болсын. Енді Алладан қайтсын. Барлықтарыңызға осындай жақсылық Алла нәсіп ете берсін. Ақшадан бұрын Алланың разылығын ойлаған анаға ат мінгізу туралы идеяны жас қарилар көтеріпті. Қадір түнінде өздерінің қызметіне деп жұрт жинайтын садақаны түгелмен береміз деп уағдаласқан. Олардың бастамасын имамдар қолдаған. Мешіттің тұрақты жамағаты да сауапты іске ортақтасып, қолдарынан келгенше жәрдемдескен. Автокөлік мінгізіп жатыр әпкемізге. Осындай міне жерді бүткіл ораза айында тазалап, мешітті қандай жаңағы тамағын жазап, осындай шараға мен қуаныштымын. Жазап атқандарына бәрлеріңізді айт мерекесімен құттықтаймыз. Күні желіде тарап кеткен бір жағымсыз бір жайттар болды. Ол бауырымызды енді кінәлаудың қажеті жоқ, мүмкін түсінбеген шығар. Енді бір Алланың қалауымен хидаят берсін оған, барлық жақсы болады деп ойлаймыз. Мына алып атқан апайымызды құттықтаймыз, жаңа көлігіменен. Алла разы болсын, елімізде тыныштық, жұртымыз аман болсын. Айт намазы аяқталып, көпшілік ұлық мерекені тойлауға бет алғанда Земфира Нұралбекова білек тұрып, әдеттегідей мешіт тазалығына кірісіп кетті. Өйткені бұл күні түсте жамағат жұма намазын оқуға келеді. Ішін жинастырып, ретке келтіріп шықты. Әрі ыдыс аяқты жуып, айтқа дастархан жайып та үлгерген. Думан Алтынбекұлы, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы.